Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? Мына пирогты мен ешқандай жұмыртқасыз, сүтсіз пісірдім десем сенесіздер ме? Видеоны соңына дейін қарап, өздеріңіз көз жеткізіңіздер. Ал егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ең алдымен таза бір ыдысқа алдын ала електен өткізілген ұнды үлкен қасықпен санап 10 қасық салатын боламыз. Бұл пирогқа ешқандай да миксердің де қажеті жоқ, жұмыртқаның да қажеті жоқ. Дәл осы өздеріңіз көріп тұрған қасықпен араластырып жасайтын боламын. Бірақ та нәтижесі өте керемет болып шықты, барлығына ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал енді қантты да дәл осы қасықпен санап 8 қасық қосатын боламыз. Барлық керек заттарды видеоның астында описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдыратын боламын. Бұл пирогқа қажет заттардың барлығы әрбір үйден табылатын дүние, тек какаоны ғана дүкеннен сатып алсаңыз болғаны. Ал енді осының үстінен 3 ас қасық какаоны саламыз. Какаоны дәл осы қасықпен өлшейміз. Оның үстінен 1,5 шай қасық қопсытқыш салып, осы құрғақ массаның барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Енді үстінен 30 мг сұйық майды құйып, тағы да бір араластырып аламыз араласқанынша. Одан кейін үстінен бөлме температурасынан сәл жылы суды аз мөлшерден құйып отырып араластыратын боламыз. Әрбір құйған сайын жақсылап араластырамыз. Одан кейін барып келесі порция суды құйып, тағы да араластырамыз. Міндетті түрде барлығын видеодағыдай жасаңыздар, сонда сіздерде де пирогтарыңыз керемет нәтижелі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай мінекей бір порциясын құйдық, жақсылап араластырып аламыз. Келесісін осы суымызды әбден араластырып болғаннан кейін құямыз. Достар, менің арнама тіркелу арқылы шоколадты тортқа крем жасап жинаудың әдісін көре аласыздар. Ол үшін каналыма тіркеліп абонент етсеңіздер болғаны. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай судың барлығын қосып болдық, жақсылап араластырдық. Массамыз дәл осындай болып шығады. Пісіретін формасын сіздер 4 бұрышты кексқа арналған форманы қолдансаңыздар да болады, немесе мен сияқты 21 сантиметрлік дөңгелек форманы қолдануға болады. Менің формам аздап ескіргендіктен мен шет-шетіне де пергамент төседім. Сіздер болмаса май жақсаңыздар да болады. Осы формаға массаның барлығын құямыз және алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке салып, жақсылап пісіретін боламыз. Піскенін құрғақ таяқша арқылы тексересіздер. Пирог 180 градуста 30 минутта пісіп шығатын болады. Сіздер өз пештеріңізге қарай ыңғайланыңыздар. Құрғақ таяқшамен тексергенде таяқшаларыңыз құрғақ болып шықса болғанды пештен алыңыздар. Мінекей біздің өте оңай дайындалатын пирогымыз дайын. Қалауларыңызша бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады, немесе шоколадный глазурмен ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеоларымды жіберіп болмас үшін каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыз.